Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаһаннамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен жаһаннамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха, өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді де, ол мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хозанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі: сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? Ятлуна алейкум аяти раббикум. Өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап пе еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жер бетінде? Вайунзирунакум лиқа яумикум хаза. Сендерге ескертпеп пе еді? Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп пе еді? Қолу бәлә, ескерткен еді деген. Сондай жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған. Басқа бір аяттарда Алла айтқандай: Роббана абсорда, Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фаржиғына, Раббымыз қайтаршы бізді. Бағымын солих қаламал істеп келейікші. Намұқимын, біз қазір көзіміз нақты көріп тұр, Раббымыз біз қайтаршы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы, өйткені оның хақысы берілмеді. Ихсау фиха, тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Ола тукаллимуни, сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің Құранымды. Біз де бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар.